Қасиетті туған жер үшін ата-бабамыз қасық қаны қалғанша ғасырлар бойы күресті. Кең байтақ далада еркін жайқалған қызғалдақ, батыр бабаларымыздың төгілген тер мен ерлік рухының жемісі. Қазақ жерінен таралған қызғалдақ сан түрлі ұлттың жүрегін жаулады. Алдымен туризмі дамыған Түркияға, кейін әлемдегі ең озық елдерінің бірі Голландияға жетті. Ол табиғаттың кереметі ғана емес, қазақ халқының асқақ арманы, еркіндіктің символы, келер ұрпаққа аманат болған құндылық. Көптеген халықтар оның сұлулығына тамсанып, ғалымдар баламасы жоқ бұл гүлдің тарихын тереңірек зерттеуге ден қойды. Осылайша дала қызғалдағы Голландияда өсіріле бастады. Алайда оның түп тамыры, өзегі мен шежіресі әлі де қасиетті қазақ даласында, Жамбыл өңірінде жатыр. Бұл туған топырағымыздың төл байлық ретінде әлемге танылған ғажайып гүл. Ендеше тамырын тереңге тартқан тарихымызға үңіліп, ұлттық құндылықтарымызды дәріптейік.